Сәлем достар, сіздермен бірге Арафат. Бүгін біз Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы айтатын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында орналасқан, яғни Түркістан қаласы оңтүстік Қазақстан облысында. Ол туралы тереңірек білейік. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында 16 ғасырдың соңында тұрғызылған. Қазіргі таңда мұсылмандардың жаппай зиярат ету орнына айналған архитектуралық ғимарат. Ол 12 ғасырда өмір сүрген бүкіл шығысқа аты әйгілі және түркі ақыны сопылықты уағыздаушы Ахмет Яссауидің яссыдан шыққан деген мағынада оның бейтінің басына орнатылған. Қожа Ахмет Яссауи оңтүстік Қазақстандағы Сайрамда туған. Ахмет Яссауи отырар қаласында білім алады да кейіннен Бұхарадағы Жүсіп Хамадани сопылар қауымына кіріп, дәруіштік мектептен өтеді. Қожа Ахмет Яссауи түркі әлемінің рухани орталығы. Ахмет Яссауидің уағыздаушы және ақын ретінде атағы кең жайылған. Оны Диуани Хикмет, даналық жайындағы кітап атты мағынада атты діни өлеңдер жинағы көне түркі тілінде жазылған. Халық аңыздарына Яссауидің аруағын атақты қолбасшы Ақсақ Темірдің айрықша сыйлап өткені айтылады. Оның әмірінен Ахмет Яссауи қайтыс болғаннан кейін 200 жылдан кейін қирап бітуге таяған кішкене ғана мазар кеңейтіліп, дүниежүзілік сәулет өнерінің белгілі ескерткіші орнатылды. Дүниежүзілік қызықты қорық мұражай алып жатқан жердің жалпы көлемі 90 гектар. 90 гектар деген даже представить не могу. Бірақ бұл кесенеге барып көргем. Бұл кесенеде тайқазан бар. Және оның өте әдемі көне заттар сондайлар бар. Қорық мұражай Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен бірге үлкен Кілует жерасты мешіті деген мағынада. 8 қырлы кесене. Ол 15 мен 16 ғасырларда тағы басқа археологиялық, тарихи, сәулет өнерінің, бейнелеу өнерінің үздік ескерткіштерін қамтиды. Бұл деген біз үшін мақтаныш. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ның 17-ші сессиясында дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне енді. Дүниежүзілік мәдени мұра. Бұны есте сақтау керек. Ахмет Яссауи ескерткіші Орта Азия мен Қазақстандағы біздің заманымызға дейін сақталған ең зәулім күмбезді қыштан соғылған ғимарат. Қыштан соғылса да қазірге дейін сақталған екен. Оның көлденеңі 46,5 метр. Ұзындығы 62,5 метр. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі талай ғасырдан бері мұсылманшылықтың алтын бесігі болып келеді. Оны бүкіл қазақ жұрты түркі әлемі ерекше қасиет тұтады. Бұл біз үшін мақтаныш. Себебі бұны бүкіл түркі әлем мақтаныш тұтса, бізге неге мақтаныш етпесе? Сонымен достар, егер осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін мақтаныш етсеңдер, каналға жазылып лайк басыңдар. Сау болыңдар.